жоқ мен өзім. Гүлнар апай ойынның атын айтып жіберіңізші. Егер өмір ащыны бермесе, біз тәттіні қалай білер едік? Тәттіні бермесе, ащыны қалай білер едік? Ащы, тұщы, тәтті деп бірдеңе айтсаңызшы. Бірақ жүзім, бірақ пиязын дәмі шықты. Сен қаспен пияз садыңыздар жүзім дәмі жақсы. Көрмей тұрған не тұр ғой. Көзімізді ашамыз. Енді жаңа қалай болды мынандай ащы жегенде, тәтті жегенде? Тәтті жегенде тәтті болады ғой. Ащы жегенде ащы болады. Дауыс шығады ғой. Қиыншылық болады. Мен бірінші пияз жедім, соңынан жүзім жедім. Я өмірде ащы да, тұщы да бір жүреді. Өмірдің ақырда арасында адам ескеріп еңкелді. Өмірдің тәттісі жақсы екен, ащысы маған ұнамады. Маған тек қана жақсы. Бәрібір жедіңіз ғой енді. Иә, жедім. Өйткені өмір ол. Маған ащы емес, өмірімді әрқашан тәтті қылуға тырысам. Мен бірінші ащыны жедім, ащыдан кейін тәтті болады. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады деген. Негізі өмірде пияз жемейтін едім. Менің өмірім әрдайым тәтті болып өтеді. Құдай қалса, одан кейін де тәтті болады. Бірінші жедім. Ащы жемейді екен. Енді ащыны жемейді екем деген болмайды да, бірақ ащыны сондай бұйырып тұрса не істеуіміз керек? Жеуіміз керек, бірақ артынан не болады? Тәтті жеуіміз әбден мүмкін.